Батыс Қазақстан облысында бірнеше ауыл суға кетті. Ақжайық өңірінде 5 ауданда бірнеше ауыл халқы пұшайман хал кешуде. Үйлерін су басқан жұрт босып жүр. Қазір оларды эвакуациялау жұмысы жүріп жатыр. Тұрғындарды көшіруге үрмелі қайықтар, су көліктері, трактор, шынжыр табанды техника пайдаланылуда. 200-ден астам үйге су кірген. Бастау алған тұрғындар қорадағы малын да құтқармақ болып жанталасуда. Батыс Қазақстан облысы әкімі суға кеткен ауыл тұрғындарының қауіпсіз жерге көшірілуін қадағалады. Жергілікті билік енді тікұшақ алдыртудың амалына кіріскен. Ауа райын болжаушылардың дерегінше, өңірге бір күннің ішінде ылғалдың 1 айлық мөлшері түскен. Сырым, Тасқала, Теректі және Қаратөбе аудандарында жағдай қиын. Тұрғындар ауылдағы мектептерді паналауға мәжбүр. Құтқару жұмыстарына ұлттық ұланның 100-ге жуық жауынгері жұмылдырылған. Қардың суының кесірінен облыста 500-ден астам үй мен 15 кәсіпорын газсыз қалды. Қаратөбе ауданы Аққозы ауылының халқы су ортасында. Үйлерінен азық-түліксіз шыққан халық аш, үрейде отыр. Ішер суда таусылған. Ауыл халқы мектепке көшірілген. Ауылды түгел су алып кетті. Халық 3 қабатты жалғыз мектепте отыр. Мектеп қырда тұрған соң ішіне су кіре алмайды. Оның да артына су келіп жатыр. Жанымызды шүберекке түйіп отырмыз. Ауылдан шығатын жол жоқ, тек тікұшақпен ғана шыға аламыз. Мектептің ішінде жарық жоқ, ішетін су да жоқ. Халық қараңғы жерде босып жүр. Малдың бәрі суда қалды. Малмен отырған ауыл едік. 500-ден аса халық түгел мектепке келдік. Мектептің бөлмесі, дәлізі бәріне орналасып жатырмыз. Орталықпен байланыс жоқ. Ауыл әкімінің қолында ештеңе жоқ екенін білеміз, ол да бізбен жүр. Су ортасында тұрған мектепке қашанға дейін отырамыз, дейді Аққозы ауылының тұрғыны Нұрболат Кенжеғалиев. Электр жарығы жоқ ауыл халқының ұялы телефондарының да қуаты таусылған. Орталықпен байланыс алмай отырған ауыл халқы көмекке мұқтаж. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті баспасөз қызметі өкілдерінің мәліметінше, Қаратөбе ауданындағы Жақсыбай өзенінің сағасы қардың қарқынды еруімен жауын-шашынның салдарынан көтерілген. Аймақ басшысының орынбасары Қалияр Айтмұхаметовтың айтуынша 70 үй суға кетіпті. Күрделі жағдай Қаратөбе ауданында да сақталды. Қозы ауылдық округі 130 шақты үйі бар, 600-ден астам халқы бар. Сол соңғы ақпарат бойынша қазір судың астында. Кісілердің бәрін мектеп ғимаратына эвакуация жасап жатыр. Вертолет мәселесі басқа мәселеде ойластырылуда. Қайықпен көшіреміз, дейді ол. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев Сырым ауданындағы су тасқынына қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстарға басшылық етіп, төтенше жағдайлар қызметімен бірге атқарылып жатқан жұмыстарды бақылады. Нариман Төреғалиұлы төтенше жағдай болған Сырым ауданына жол тартып суға кеткен ауылдық елді мекендегі тұрғындардың қауіпсіз жерге көшірілуін қадағалады. Сондай-ақ апатқа қарсы жедел штабтың отырысын өткізді. Өңір басшысы түні бойы төтенше жағдайлар министрімен байланысып, басқа облыстардан қосымша техникалар мен күштердің су тасқынының алдын алуға бағытталуын қамтамасыз етуге тырысуда. Жергілікті сағат таңғы 5:00-ге дейін барлық жұмыстардың жүргізілуі қадағаланады делінген хабарламада. Қалада да жағдай мәз емес. Техникалық сипаттағы төтенше жағдай жарияланған болатын. Тасқынға дайын болмаған үшін шаһар басшысына қатаң сөгіс жарияланғанын мәлімдеді. Өйткені қала әкімдігі, қалалық сот, темір жол вокзалы, қазынашылық, облыстық балалар ауруханасы мен мектептің жертөлесіне дейін су кірген. Соңғы ақпаратқа сүйенсек, қардың қарқынды еруі мен жауын-шашынның көп түсуі нәтижесінде 432 тұрғын үйдің ішіне су кірген. Сырым ауданы, Қаратөбе аудандарында күрделі жағдай қалыптасқан. Өлеңті өзені деңгейінің көтерілуінен Өлеңті, Жұмпиты, Бұлдырты ауылдарындағы тұрғын үйлердің су астында қалғаны мәлім болды. Сонымен қатар Сырым ауданының 5 елді мекенінде электр желісінде орын алған авариялық ажырату салдарынан ұялы байланыстың үзілуі тіркелді. Қазіргі уақытта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Сырым ауданындағы Жұмпиты, Бұлдырты, Өлеңті ауылдарында үйін су басқан тұрғындар туыстарына орналасқан. 3 ауылдағы жағдайды тұрақтандыру мақсатында Алматы қаласынан 50 әскери келіп, суды тежеу және адамдарды қауіпсіз жерге көшіру үшін жұмылдырылды. Қаратөбе ауданында Жақсыбай өзені жағадан шығып, Қоржын ауылының тұрғын үйлерін су басты. Қаратөбе ауданындағы Қоржын ауылының тұрғындары елді мекендегі мектепке көшірілген. Бүгінде су қоршауында қалған ауылға Ақтөбеден 2 тікұшақпен келген адамдар оларды көшіруге, қауіпсіз жерге оқшауландыруға көмектесуде.